Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, информатикаға каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз функция, яғни функцияларға арналған практикалық тапсырмалар. Бізде A, B, C, D бүтін сандары берілген, A, B және C, D арасындағы орналасқан сандардың қосындысында. A, B бізде маппен берілген, екінші қатарға тоже маппен берілген. Екеуі қатарда берілген, солардың соңында қосындысын экранға шығарып берді. Так, онда беде саламыз. Так, def қосынды деймді. Қосынды екі переменна берем. For I in range адам бастап p плюс 1-ге дейін и s плюс 10 I дей саламда return s дей салам. Яқта s жоқ менде, s-ке 0 бере салам. Сөйтемді экранға былайдан бере салам. A, B тең болады map int input .split. Тура осын аламда, көшіремді астына s-ды дей салам. S-менді деймді, сөйтіп экранға print қосынды AB и қосынды, тура осын көшіре салайыншы. Қосынды s-ды дейм. Экранға так, қандай еді? Так, 15, 45, 60, 80. Экранға 930, 1470 шығады екен. Келесі тапсырма. Үш бұрыштың қабырғаларын табу дейді. Үш бұрыштың қабырғаларын табу үшін бір бөле шірбеле геометрияны тап дейді. 2-ден 1. Так, мынау формула бойынша шығарылады екен ғой. Так, примерно есімде болғанша шығарып берем, но не обещаю дұрыс болатыны, потому что геометриядан сәл-сәл нөлдеумін. Геометриядан только Пифагорды ғана білемін. Ондай болатын болса, и бисектриса бұрышты қақ бөледі деген білем. Одан кейін тең бүйірлі үш бұрыштың төбесінен медианадан түскен, табанына түскен үш бұрыш қабырғаны қақ бөледі деген ғана білем болды. Одан басқа таспақа да білмеймін. Так что оны егер дұрыс емес болса, өздерінің формулаға дұрыстап салып аласыңдар. Надеюсь, дұрыс, надеюсь, может быть дұрыс емес. Import mass def үш бұрыш системда x1, x2, y1, y1, y2 деп аласаңшы. Системда қарай p тең болады. Так, мыналар құрта тұрайыншы қазір. P тең болады mass.sqrt y1 минус yx1 соның квадраты. Сөйтетті бұл қосылған x, y2 минус x2-ның квадраты. Так. Сөйтетті экранға return int p деп бересім. Наверное, сондай болу керек. Так, x1, y1, y1. Тура осын аламда, яқа қарай. Астына бұлайын берсін. x2, x3, x2, x3. Системда 3-тің ішіне x1, x2, y1, y2 и x1, x2, y1, y3 пен по-моему осындай еді. Системді қарай былайдан берем. x2, x3, y2, y3.
неқа қойық. Мына жерге нақа берек. 2 мен 1, 2 мен 5, 5 мен 1, 3, 4, 5. Орындарын ауыстырып жібердім ау деймін соған қарағанда. В общем, в целом сондайға короче. Так. Примерно осындай, короче. Точно білмей тұрмын. Факториал деген есеп бар. Факториал ол біз білеміз, что біз 5 дейтін болса, 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5. И бұл негізі қатты қиын емес есептердің қатарына кіреді бұл. D факт болады. И M болады да. S тең 1 болады да. For I in range 1-ден бастап N плюс 1-ге дейін болады. Сөйтті S көбейту тең I-ға болады да. Return S болады. N тең int input print fact M болады. Сөйтті S 5-ті берсем 120 шығады, 6-ны бассам 720 шығу керек. В принципе, значит дұрыс дегенсіз. Келесі 8-дік санау жүйесіне ауыстыру. Негізі бағанағы ситуацияда бағана конвертті де ала салуға болады. Бірақ конверт емес, әшін кәдімгідей шарт бере салайын. A, B, C бүтін сандары берілген дейді, бірақ A мен B-ны ғана берген. Осы сандарды 8-дік санау жүйесіне ауыстыр дейді. Хорошо. Так. Оқыт деп ала салайын оны. While n тең емес болса 0-ге, онда біз S плюс S тең str n процент 8 қосылған S болады да n тең n бөлінген 8 болады. Мынау вообще керек емес маған. Мынау да керек емес. Енді S тең лайнан бере салам. Return S деп бере салам да. A мен B тең болады. Map int input и print oct A oct B. Неғ бұл переді оқыды. Значит, oct деген бір функция бар ғой бізде. 24,85. Так. Точка сплит білмеген бұл етті. Так. 24,137. Кітаппен ала салайыншы. 324,686. Так, ең үлкен ортақ бөлгіш дейді. Так, 32 мен 48-ге 16 дейді. Так, оны негізі ең үлкен ортақ бөлгіштің шығару жолы көп ташы. Оның біреуі мынандай. Бірінші def деймін да. Def емес, негізі import maz деген бар да. Сөйтті maz.gsd, по-моему, gsd 32 мен 48 беді. 32 мен 48 дейтін болсам, 48 дейтін болсам, print. Оны 16 шығатын еді. Бұл библиотекамен шығатын, бұл бітті десеңі. Егер де for мен while мен шығаратын болсақ, мынандай болады. While мен шығарудың өзінде де мынандай жолы бар. Так, біріншісі n мен m берілген, дұрыс па? Например, a мен b деп ала берейікші. A мен b терілген, сөйтті map беріледі, int input беріледі, точка split беріледі. Точка split беріледі, сөйтті while a b-ға тең болмайтын болса, тең емес болса b-ға, онда егер a b-дан үлкен болатын болса, a тең a минус b болады да. S тең a болсын, else a b тең b минус a болады да. S тең b болады, и printқа біз S-ті беретін ек. Шатаспасам, 32 мен 48, 16 болатын еді. Бірінші жол анау, бірінші
және b тең емес болса 0-ге и a үлкен болатын болса b-дан процент b и b болатын болса процент a болады да экранға a мен b-ның қосындысын бере салдым. Şimdi экранға 32 мен 48 берсем 16 шығады. Бұл екінші жолтығым. И үшінші жолтығы бар тұғын, оның былай еді. While b тең емес 0-ге и a-ның b-ны тең болады, b мен a процент b-ға тең болады да, и экранға a шығатын тұғын. Осылайынан шығатын болған. В принципе, осында үш түрлі жол бар да, и осының қайсысын алғыларыңыз келеді, соны ала бересіз. Деп, мысалға, not дейді бұны, наибольший общий делитель. EO B дегеннен гөрі not дей салайын, F-клит деп айтады негізі. A мен B деймін да. Сөйтемде while A B тең болады, мына жерге return бере саламын, болды. Return A дей саламын да, экранға print not 32 16 32 48 салайыншы. И 16 осылайынан шыға салады екен. Так, 6-шыны кейін сый салайыншы, одан кейін мынаны сый саламын. 7-ші тапсырма 2 ойын шығару керек. А, Б бүтін сандар берілген, осы сандардың арасынан ең үлкен ортақ еселік. Так, ең үлкен ортақ еселікті табылмаймыз. Себебі 9 мен 12 ол ең кішін табуға болады. Ең кішісі бөлінетін ол 36. Ең үлкен деген ол кете береді ғой, мысалы 10-ның 9 дәрежесі болса 72, одан кейін 72-ні 2-ге көбейтсең деді бөліп кете береді. И ол шексізге кете береді. Ол ең үлкен ортақ еселік. Скорее всего, екі ойын табуға болады. Екі ойын де табудың мынандай жолы бар. Import mass и mass print, мысалға print mass.lcm тең болады. Например, 9 бен 12 болатын болса, осын тауып бере алатын библиотека бар. Мынаны өшіре тұрайын. Сол кезде бізге экранға 36-ны шығарып береді. Бұл библиотека арқылы шығатын нәрсе. Бірақ енді тура осыны істейтін болсақ, нотқа негізі ең оңай жолы мынандай болады. Def nok деп атайын оны. Nok деген наибольший общий крек. Болмаса екі ойы дейсінші болды. Екі ойы A болатын болса, онда бұл болады return A көбейту B, екі бөлінген nok A B. Негізі ең оңай осы. Print екі ойы 9 бен 12. Nok емес қой, not қой менде. Мына 36 ең оңай осы формула бойынша да. Одан оңай жолын әлі пока что в данный момент осы ситуацияда, осы 1 январь 2026 күні әлі білмеймін мен. Может, біліп жатсам кейін айтармын. Пока что осы бар білген. Енді 6-шы тапсырма, осы жерде жай сандар деген да. Бір өлшемді A10 массиві берілген, осы массивтегі элементтері арасынан ең көп нөлі бар элемент экранға шығар деп айтқан. Жай сан деп айту себебін вообще түсінген жоқпын, бірақ та вообще жай сан емес, 10.003 деген просто элементтердің арасындағы ең көп нөлін тап деп айтқан. Вот ол кезде уже түсінуге болады. Онда бедейік. Былайдан айықшы. Def 0 деп айтыншы. Def 0, мысалға n болсын. While n тең емес 0-ге. Сөйтенде s берейін. S тең 0 болсын да. Так. Егер k процент 10 жоқ, n процент 10 екен олдыр. Қай не болатын? 10 тең 0 болатын болса, онда s процент s-ті бірге арттырам, n-ді бөлемін 10-ға, тең 10-ға болады. Системді print s бере салайын. Print емес,
return нәрсе береді екен. И printқа 0 дейін да 10.003 деп бере салайын пока что. Так, менде 3.0 шығарып берді. Я, менде 3.0. Так, неға 4.0 берем. 4.0 шығару керек. 5 берсем 5 шығару керек, дұрыс па? Неға 5 берейін. В принципе, нормально, дұрыс па? Болды, енді ары қарай мынамен жұмыс істей беремін. А тең list map int input .split деп аламын да. N тең len деп ала саламын да. Системда for I in range n. Системда егерде жоқ, маған максимум табу керек емес па? Максимум тең 0. Так. Так. Бүйтіп саламыз. Максимум индекс деп те ала салайыншы осы жерде. Так. Егер 0 AI үлкен болса mx-тан mx тең болсын 0 a-ның i-ншы элементіне, mxi тең болсын i-ға. И print a-ның mxi деп берсемші. Возможно дұрыс, возможно дұрыс емес. Бұл вообще бұл i-нан істелінеді екен ғой. Ой, елки зелені. 10 элемент деп не үшін айтты онда оны? Адам ерін шығар. Тең int input тең int input I in range n. Так, мынау вообще керек емес, значит, мынау да керек емес. Болды, значит, осылайынан. Так, неға былайынан қойдым, кітап неға қойдым. 5-ті бердім, 1520, 3256, 10.003, 70.056, 1850. Экранға 10.003 шықты. Енді есепті дағанса дұрыс қылу үшін, так, 72-ші бетпеді, 71-ші бетпеді. Есеп дағанса дұрыс екен көру үшін бедейік. 5 элемент берейік. Мынандай болсын. Экранға мынау шығар еді. В принципе, осылай шығатын еді. Так, келесі сабақ рекурсия екен оңшы. Так, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға келесі видеода кездескенше.